Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен курсқа по-китайски дайындаймыз. Алдымен видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге көкөністер қажет, тауық еті және ащы бұрыш, пияз, сәбіз қажет. Осының бәрін кезек-кезегімен турап алып, жақсылап қуырамыз. Тауық етін міндетті түрде жақсылап жуып, тазалап барып тураймыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкендеу етіп турасаңыз да болады. Қазанымызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, сәбіз, пияздарымызды қуырып, оның үстіне басқа да көкөністерімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Бес минуттай қуырып алғаннан кейін тауық етін салып, оны да жақсылап 15-20 минуттай қуырамыз. Яғни өзінің сөлі, өзінің суы шығуы тиіс. Сәл қуырғаннан кейін үстіне томат пастасын саламыз. Тағы да араластырып, тағы да қуырамыз. Осылай қуырылып су шыққан кезде соя тұздығын, яғни соевый соусымызды құямыз. Оның үстіне дәмдеуіштер, чесноктар, тәтті паприка, ащылау қоссаңыз да болады. Барлық дәмдеуіштеріңізді қосуыңызға болады. Қызыл бұрыш. Жақсылап араластырып, енді осы өзінің сорпасы қою болу үшін бір ас қасық ұн қостым, немесе картофельный крахмал қоссаңыз да болады. Және дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып, 30-35 минутқа баяу отта бетін жауып, пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, ащылау. Және пісуге 10 минут қалған кезде бетіне осындай көкөністер, ащы бұрыш, тәтті бұрыш барлығын қосып, тағы да 5 минут бұқтырып аламыз. Мінекей бізде пісті, сәл ащылау болып шығады, бірақ мен өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, және менің каналымда көптеген видео рецептер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және лайк басуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.